Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 5-ші мысалды қарастырайық енді. X минус 3 квадрат, x квадрат минус 4, x квадрат минус 9, x куб плюс 8, x плюс 6, 4 тең 0 деп. Өйткені бірінші қадамда бұл теңдікті шешу үшін теңдеуге айналдырып алатын едік. Енді оның екінші қадамда түбірлерін табамын бұл теңдеудің. X минус 3-тің квадраты тең 0. X квадрат минус 4 тең 0. X квадрат минус 9 тең 0. X куб плюс 8 тең 0. X плюс 6 4 дәрежесі тең 0. Екінші қадамды орындау керек енді. Барлық түбірлерін тауып, мына жерде x минус 3 тең 0 деп аламыз. Бұда енді x тең болады 3. Мына жерге 2 белгісін қойып қойымыз керек. Бұл 3-тің дәрежесі емес. X, яғни 3-ке тең түбірлер 2 болып тұр бұл жерде. Түбірлердің санының көрсеткіші ол. Енді мынаны шешеміз. X квадрат тең 4, x тең плюс минус 2. Бұл жерде 2 түбір бар екен, біреуі плюс, біреуі минус. Бірақ олар бірдей емес. Тұра берсін. Енді мынаны шешейік. X квадрат минус 9. X квадрат тең 9 дей салайын. Өйткені 9-ды теңдіктің екінші бетіне өткізе салдым. X тең плюс минус 3. Енді қарасаңыздар, мына жерден табайын енді. X куб тең минус 8, x тең минус 2 болады. Бұл жерге 3-тің белгісін қойып қойын. Минус 2-ке тең түбірлері 3 бұл жерде. Өйткені мынау куб болып тұр. Енді x плюс 6 тең 0, x тең минус 6. 4-тің белгісін қойып қойын жақшалап. Өйткені минус 6-ға тең түбірлері 4-еу. Ал енді бізге қарасаңызда түбірлер, бірдей түбірлер өте көп екен бұл мысалда. Ерекше түбірлерін табуымыз керек енді біз. Ең кішкентай түбірден бастайын мен. Ең кіші түбірі минус 6 екен. Жазып алайын. x1 деп қойын. Минус 6. Минус 6-дан бізден 4-еу. Төбесіне 4-еу қойып қоям. Міне. Яғни бұл ерекше нүкте. Ерекше түбір. Бұны қоршап қоя салайын. Ерекше түбір. Өйткені түбірлер саны бізде бірдей түбір саны жұп болып тұр. 4 деген сөз. Енді одан кейін минус 3. x2 тең минус 3. Минус 3-тен нешеу екен қазір қарастырайын. Минус 3-тен біреу ғана екен. Өйткені мынада ғана кездеседі минус 3. Кеттік енді. Кейінгі минус 2. X тең минус 2. Мына жерге қадар. Минус 2 мына жерде бар біреу. Және мына жерде 3 бар. Сондай қосылып кетсе 4 болады жалпы саны. Бұл да бір ерекше нүкте, бұны қоршап қойын. Минус 2-ден 4 шықты. Енді x мынау 3-ші болса, мынау 4-ші. Минус 2-ге келдік. Енді кезек плюс 2-ге. Екіні қойдық. Енді 2-ге тең түбірлер саны қанша екен? 2-ге тең яғни. Біреу ақ, ол мірді міне. Бағана минусын әкеттік, бұл біреу екен. Кеттік 2-ден баса. Енді 3-ге келдік соңғы. x5 тең 3. 3-тен нешеу екен қараймыз. Міне мына жерде
екеу бар. Мына жерде біреу қалған еді бұғаны. Сонда екі түбір ана жақта, бір түбір мына жақта, сонымен қосылғанда үш түбір болады. Бұл ерекше түбір емес. Сонда біз бөлінгендердің арасынан екі ерекше түбір таптық. Бұл түбірлер саны көп, ерекше түбірлер саны. Енді біз бұны үшінші қадамнан кейін төртінші қадамда сандық өске салайық. Мынаны мен сандық өсті. Бұл бізге берілген 5-ші мысал еді. 5-ші мысалда нөлден үлкен немесе тең деп қойған. Сондықтан түбірлердің барлығы боялады. -6 боялады. Одан кейін -3. Кейін -2. 2 барлығы боялады. Кейін 3. Осы аралықтарға бөліп шығамын енді 5-ші қадамда. 6-ші қадамда енді бұлардың таңбасын анықтауым керек. Таңбасын анықтаған кезде ерекше түбірлерінің үстіне леп белгі қойып шығайын. Мына -6 ерекше, -2 ерекше. Міне, бізде екі ерекше түбірі бар екен. Таңбаларын анықтап шығам. Мына жерде бізде 10 бар. Осы 10-ды қойып шығайын енді. Яғни 5-ші теңсіздікке апарып қоюым керек. 5-ші теңсіздік x-тердің орнына. Мына жерге 10-ды қоятын болсақ, бұдан плюс сан шығады, өйткені квадраты бар сыртында. Плюс. Мына жерге қойсам да 10 сан шығады, өйткені x-10-ның квадраты 100 болып кетеді. Плюс. Енді мына жерге қойсам да 10 сан шығады, өйткені x квадрат 10 қоятын болсам 100, 100-ден 9 болсам бәрі плюс шығады. Мына жерге де 10-ды қойсам плюс. Мына жерге де қойсақ плюс болады. Өйткені 4 дәрежесінде бар, бәрі 10 сан қойып тұрмын мен. Барлығы плюс шықты. Яғни 3-тен үлкен аралықта интервалдың таңбасы, мына жерде ана өрнектің таңбасы плюс болады екен. Келесте ауысады. Келесте мына жерде де ауысады. Ал енді -2 бізде ерекше түбір болғандықтан, оның екі жағындағы таңбасы плюс болады. Ал мынада ауысады. Ал -6 бізде ерекше түбір, сондықтан ол жерде таңбасы бірдей болады екі жағындағы. Міне таңбаларын анықтап алдық. Енді бізге қайсы таңба керек, минус па, плюс па, сол үшін берілген теңсіздікке қараймын. Міне берілген теңсіздікте таңбасына қарсы 0-ден үлкен немесе тең деп қойған. Яғни бізге плюс аралық керек екен. Міне, мына аралық керек екен. Мынау и мынау. Және 3 аралық шықты. Енді -3 пен -2 мен 2-нің қарастырайық. Осы жерде екі жағында плюс болып тұр -2-нің. Және -2 енеді ол аралыққа. Мұнан қараңыздар, -2 енеді. Сондықтан бұл аралықты біз түн бір аралық ретінде қарастыра саламыз. -10. Сонда жауабы болады. Жауабы -6 енеді, өйткені бізде мынау теңсіздік үлкен немесе тең деп қойған. Сондықтан -6 нүктесінің өзі ғана енеді. Өйткені екі жан минус, өзі -6 еніп тұрады. Бірігуі -3-тен -3-ке тік жақша нүктелі тұр. Одан кейін -2 емес, біз жаңа біріктіріп жереміз дедік арасын. -3 пен 2-нің аралығы тік жақша. Одан кейін бірігуі 3 пен плюс шексіздік нағы. Міне есептің жауабы осылай болады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.